вальс билеп жүр, біреулер жылап жатыр ма, в общем, бір нәрсе болып жатыр. Түсінбей жатырмын да не болып жатқанын. Сосын желанием ашып кетті келуге. Вот. Содан кездесу. Содан кейін, сосын мен бірақ енді жерді көрдім ғой. Білеймін қазір соңғы кезде осы мына жаққа төбелесіп келген бойецтардың бәрі осы жаққа келіп жылап жатыр ғой, енді андай білмеймін бір психологический бір расстройство болып жатыр ма, түсінбей жатырмын. Сосын бүйтіп ойланып қарадым да алып кетейін ба дедім да, хотя бір сөз жазып жібердім, короче. Типа қайырлы түн деп жібердім. Соңғы кезде чисто қайырлы түн ұйықтатып жатырық бір-бірімізді. Қайырлы түн, привет жоқ, короче. Сосын мен Айгүлге жазып жібердім, билеп жүрсіздер ғой, вальс билепсіздер ғой деп бастадым да, просто кішкене бүйтіп удочканы лақтырып жатырмын да. Сен бұлт айтсам, иә, би деген жақсы ғой деп қояды да маған. Енді хотя бір объяснение күттім да бір, да, вот так получилось вообще-то деген сияқты. Сосын мен ойладым, либо мені серьез қабылдамай тұр, либо мен әлі серьезный поступок жасаған жоқ, может сол үшін деп ойладым. Вроде бы кеше еще маған кінәні өзіңізден іздедіңіз. Иә, өзімнен енді мен екі жақтан қараймын ғой, екі тараптан, типа кім че накосячил деген сияқты. Сөйтіп қарасам, опучукта біреумен әже танысып отыр, сосын Айгүлді там алма дейма бір нәрсе бір темасы бар ғой өзінің, соны айтады. Сосын Айгүл вроде бы ренжиді, сосын қайтып билейді, сосын анау қайтып жылайды. Сосын не болып жатыр өзі эфир, соны түсінбей жатырмын вообще. Соны өзі бір намек тастады, мен бір нәрсе айтады шығар дедім. Сосын қайырлы түн ұйықтап кеттік қой қайтадан. Сол. Қатысушылар сондай ән болса бір-бірімен билеп жатады. Алыш? Иә. Сондай бар да, біз енді бір-бірімен билеп сөйтіп кішкене. Жоқ, Алина маржандарын билегенін көрмеппін. Вообще. Мүмкін ондай әндер болмаған шығар ол кезде. Кеше болып қалды. Осылайықтың тарихында бірінші рет болып тұр ма сондай ән сонда? Жоқ, бірінші рет болып тұрған жоқ қой, негізінде. Просто ол жерде кім әділет келді, билік деген сияқты болды. И мен қалай болады екен? Ладно, бүйтіп көрейікші онда детально. Мысалы мен әділетпін. То есть сен әділетсің, мен Айгүлмін. Айтшы маған, қызыққа. Маған просто қызық қалай болған процесс. Мен болған жоқпын, тек билеп жатқан кәдімгі мен жігіттің несінде айта алмайды екенмін осылай. Енді қыз ретінде айта бер енді, просто саған қалай айтты? Маған қызық сол. Қалай айтты мысалы? Жоқ, тұрды да, келді да қасыма, кел билік деген сияқты. Кесе деп солай жасады. Қалай? Кесе деді ма? Иә, келсе билік та деген сияқты. Иә, кесе десе бір билеп жіберем десе, короче. Бізде дәл ойыма келген өлең осы бол. Оған да рахмет. Жай осы жерде ән айтылып, оның барлығы жақсы ғой. Жандос, микрофон. Бұл гүл шоқтары. Иә, Балауса ханым, бұл гүл шоқтары Заринаға белгісіз жаннан хаты бар. Белгісіз жаннан. Әділет емес шығар әйтеуір. Мен кезе берейін. Жоқ, күте тұрыңыз. Әңгімелеріңіз аяқталмады сіздердің. Ау? Жоқ, әп болып қалар. Белгісіз жан деп емес, есімімді жазайын, қолдаушыларыңыздың арасында шын сезіммен қолдағысы келетін Еркеғалиден деп жазып жіберіпті. Есімі бар, иә, Еркеғали? Иә, рахмет көп-көп. Ала берейін, иә? Жақсы, ала беріңіз, өзіңіз білесіз ғой. Әдемі букет екен, жағасыңыз. Екеуміз бірге өткізген күннің бәрі